Қайырлығын құрметті көрермен, еліміздегі ең пайдалы бағдарлама тікелей эфирде. Тұрмысқа қажетті кез келген сұрақтың оңтайлы шешімін бірге таңдаймыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Шаурма әзірлеудің қыр-сырымен танысып, кәсіби аспаздан пайдалы кеңестер тыңдаймыз. Ескі диск құралдарын кәдеге асырудың әдістерін бірге үйреніп, фитнес жаттығуларын жасауды да ұмытпаймыз. 55-37-76 байланыс нөміріміз, хабарласып тәжірибеңізбен бөлісіңіз, ал біз бастаймыз. Білесіз бе, мынадай шанышқыдан жасалған әшекей бұйымдар бүгінде біздің елде сатылымда. Үлкен еңбекті қажет ететін бұл қолөнер кемі 20 000 теңге тұрады. Және өте сирек кездеседі дейді отандық дизайнерлеріміз. Кез келген үйден табылатын шанышқы және қасықтан тағы да түрлі қажетті дүниелер жасап алуға болады екен. Солардың бір қатарын біздің тұрақты көрермендеріміз жіберген екен. Назар аударыңыздар. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, ұялы телефонға арналған құрылғы ерекше дизайнерлік шамдар жасапты. Осы суреттерден кейін мен де бірнеше қарапайым затты кәдеге жаратуды әдісімен бөліскім келіп отыр, құрметті көрермен. Мынадай шанышқы мен қасықтың сабын, міне, ағашқа кәдімгідей қағып қойсақ, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, оны бұлайнан майыстырамыз. Бүйтіп кәдімгідей майыстырамыз да, оны мына ағашқа, мына жағынан бүйтіп, мына жерін бүйтіп қоямыз да, оны шегемен қағып жіберсек, кішкентай шегемен, кәдімгі ол тамаша, өте дизайнерлік, ерекше сондай киім ілгіш шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, құрметті көрермен, осындай тамаша, ерекше киім ілгіш жасап алсаңыздар да болады. Оны тағы да бір осындай үлкен қасықпен жасасақ болады. Міне кішкентай қасықпен жасасақ та болады. Ол үшін қасығымыздың жұқалау болу керек, өйткені ол қалыңдау болса, өйткені сіз қолыңыздан шықпай қалуы мүмкін, және майыстыру да қиын сияқты. Міне мен қазір көрейін. Міне құрметті көрермендер, тамаша, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бұны да осылайнан қағып, оны жай шегемен, болмаса қазіргі болттармен ортасынан былай қағып қоясыз, әдемі осындай киім ілгіш жасап қойсаңыз болады. Қалай ұнай ма сіздерге? Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 55-37-76. Енді екінші тағы бір кеңес. Ол кәдімгі түйме сырғалар. Ол үшін қыстырғыш болады ғой. Сол міне, мынау кәдімгі түйме сырғалар, оның қыстырғышы. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қыздар көбінесе пайдаланып жатады. Ол қыстырғышымыз жоғалып қалады. Енді шынымен де асығып жүріп, болмаса оны тағамызда екінші қыстырғышын жоғалып кетіп, не істесек екен, қалай тақсақ екен деп уайымдап жүрем өз басым. Сол жоғалып қалмасы үшін өте тамаша тағы да бір кеңес бар екен. Ол үшін өте оп-оңай, мынадай кәдімгідей түйме бар ғой, соның түйменің тесігіне мынандай қыстырасыз, ортасына саласыз да, және бүйтіп екінші қыстырмасын бүйтіп тағып қоясыз. Екіншісінде солай етесіз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен кішкентай қара сырғаны алдым да, екінші жағына қыстырып қойдым. Сонда ол жаңағы ілгіште, жаңағы түймеде сіздің екі сырғаңыз қатарынан бірдей тұрады. Және ол жоғалмайтын болады, өзіңіз іздеген кезде де көзге көрнекті болып тұрады. Міне, тамаша өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай түймеге жаңадай қыстырып қойсаңыздар болады. Бұл екінші әдісіміз, құрметті көрермен, оны да міндетті түрде пайдаланыңыздар, кәделеріңізге жаратсаңыздар болады. Енді біздің тамаша үшінші бір кеңес. Ол кәдімгідей бамбук парағының ортасынан, міне, кәдімгідей мен жаңа ғана өткізген болатын, міне қазір көрсетейін, құрметті көрермендер. Бамбук қағазының ортасынан кәдімгідей резеңкені өткізіп шығамыз. Міне резеңкені мен қазір өткізейін, жалғастырайын. Мен басын дайындап қойған болатын. Біреуін өткіземіз осылайнан. Бұлай зигзаг тәріздес қылып, бұлайнан біреуін үстінен, біреуін астынан шығарамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де, міне, көріп тұрсыз ғой, астына шыққаннан кейін оны қайтадан
Мына жақтан аламыз, кәдімгі ол бамбук тәріздес қағазымыз. Қазір біздің байланыс нөміріміз құрметті көрермен 553776. Осы дүниелерге қатысты кеңестеріңіз болса, қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Міне осылайынан өткізіп шығамыз, тағы да бір сәл бейтіп өтіп шығайын. Ол өте оп-оңай, кәдімгідей үйдегі резеңке. Мынау кәдімгідей резеңке, барлығымыз үйде қолданатын, пайдаланатын. Міне көрдіңіз ғой, енді бұны байлап шыққан болатынмын. Ол жасалынып шықты. Енді оны жаңағыдай, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, енді кәдімгі қылғаламдар болады ғой, әлде болмаса қаламсап, қылғаламдарды қалай жинау керек. Көбінесе қыз балалар оны пайдаланып жатады, көздеріне жақсы бояуларын жағады, мынау беттеріне жағатын осындай қылғаламдар, соның барлығын тамаша осындай көріп тұрғандай, тамаша осындай дүниеге салып қойға болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біртіндеп бастаймыз. Біріншісін қойдық. Міне қыстырып, оның жасап жатқан себебім, мына резеңке, мына қылғаламды жақсы қылып ұстап тұрады. Міне көрдіңіздер ме? Сонда ол түспейтін болады. Екіншісін саламыз. Міне көріп тұрсаңыздар, қараңыздаршы. Тамаша жасалынып келе жатыр. Тіпті осындай дүниені алатын болсақ, қорабын, қылғаламдарды салатын, ол бірнеше ақша тұрады. Мен сіздерге айтайын, өте мықты брендтегі осындай қылғаламды салатын қорапшалардың бағасы, қыз балалар енді біледі ғой, осы көптеген макияжды жасауға үйренетін қыз-келіншектер біліп жатады, 20 мың, 30 мың теңгеден кем түспейді. Ал мына қылғаламдарды бөлек сатып алып, осындай дүниені жасап алсаңыз, біздің бағдарламадан көргеннен кейін, өздеріңіздің ақшаларыңыз жойылмайтын болады, және деп көп кетпейтін болады. Міне екі жіңішкесін оның қасына да қойып қойуға болады. Сөйтіп, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, құрметті көрермен, осындай қылғалам салатын, осындай қорапша дайындап қойуға болады. Бұл бірге таңдаймыз бағдарламасына біздің өзіміздің тұрақты көрермендерімізден келіп түскен кеңес болатын. Сіздер де жіберіңіздер, қапы қалмаңыздар. Енді оның ортасын былайынан домалақтап тұрып, былай байлаймыз. Оны байлап қоямыз. Және қарап тұрсаңыздар, өте ерекше, ешкімге ұқсамайтын осындай, және ішіндегі заты сынбайтын болады. Сапарға шыққан кезде ыңғайлы, бір жақтарға барған кезде, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай қылғаламды салатын арнайы қорапша да жасап алуға болады. Тамаша, құрметті көрермендер, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама. Бірге таңдаймыз. Әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біздің байланыс нөміріміз 553776. Бір рет шолып өтейін. Міне жаңадай осындай шанышқы мен қасықтарды осындай ағашқа қойып, кішкентай жаңадай осындай шегелермен қағып қойсақ болады. Ол өте дизайнерлік тамаша ілгіш болады. Екінші осындай сырғаны түймеге қадап қойсақ болады, сонда ол жоғалмайтын болады. Үшіншіден осындай қылғаламдарды салатын арнайы бамбук қағазы мен резеңкенің ортасынан қыстырылған тамаша қорапша жасауға болады. Бізде қазір жарнамадан кейін қайтадан жалғастыратын боламыз. Арна қосылу болсын.